Баршаңызға сәлем, сізбен Саңатим, мен есімім Нұрдәулет. Ал мен есімім Айбек. Осы видеода FLL Challenge туралы түсіндіретін боламыз. FLL Challenge дегеніміз FLL лигасының жас бойынша ең жоғары дивизионы. FLL командасында 2-ден 8-ге дейін қатысушы бола алады. Және әр қатысушы 12 мен 16 жас аралығында болуы тиіс. 16 қосып алынады. Негізі FLL Challenge 4 бөліктен тұрады. RoboGame, инновациялық жоба, ішкі құндылықтар және де рободизайн. Әр жыл FLL-дің тематикасы ауысып тұрады және осы жылдың тематикасы Submerged, яғни су астындағы әлем. RoboGame дегеніміз FLL-дің маңызды бір бөлігі. Оған қатысу үшін команда міндетті түрде EVO 3 немесе Spike Prime жинағы болу керек, және жинақ түп нұсқалы болуы тиіс. Команда роботты және саптамалар осы жинақ арқылы жасайды, және сол арқылы тасмарды орындайды. Негізі RoboGame ойындары картада жүргізіледі. Картаның өзі және оның үстіндегі тапсырмалары осы сезонның тематикасына сай және де толық санағанда 15 тапсырмадан тұрады. Командалар міндетті түрде түгел 15 тапсырманы орындауға тиіс емес, яғни қалғанша істей алады. Біріншісі, робот ойынға қатысу үшін өлшемі 305 мм қабырғалы кубтан аспау керек, яғни ішіне сыю керек. Екіншісі, ойын кезде картада бір командадан 4 драйверден аспау керек. 2 драйвер әр жаққа. Үшіншісі, әр ойынға 2,5 минут беріледі. Және де уақыт бітіп гонг соққан соң робот тоқтау керек. Төртіншісі, робот автоматты түрде жүруі керек. Яғни коды Spike Education немесе Mindstorm арқылы жазып, робот еш сырт құралсыз іске қосылуы керек. Бесіншісі, тапсырма орындалды деп санау үшін ойын соңында тапсырма орындалған көріну керек. Және де соңғысы, команда ойын барысында үй аудан сыртында тұрған роботқа немесе саптамаға тисе, Precision токеннан айырылады. Айта кете, біз атап өткен ережелер барлығы емес, бірақ олар маңызды болып саналады. Біріншісі, робот пен саптамалар үй ауданынан сыйған үшін 20 point беріледі. Екіншісі, роботты интернеттен немесе YouTube-тан көшіруге болады. Үшіншісі, ойын басында әр командаға 6 Precision токен беріледі және ойын соңында Precision токен санына қарай командаға қосымша ұпай беріледі. Сіздермен болған Саңатим. Назарыңыз үшін рахмет.